Сәлем достар, сіздермен бүгін мен ешқандай жерде қайталанбайтын самсаның рецебімен бөліскім келіп тұр. Видеоны соңына дейін көріңіз. Ең алдымен ыдысымызға ұнымызды қосып, және де ерітілген сары майымызды қосып, және де бөлме температурасында тұрған жұмыртқамызды қосып, қамыр илейтін боламыз. Дәл осы қоспамыздың үстіне жарты стакан жылы сүтімізді қойып, және де тұзымызды, ас содасын салып, жарты шай қасық бәрін қосып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Жұмсақ қылып қамыр илеп алып, оны 20 минутқа холодильникке салып қоятын боламыз. Қамырымыздың июі қанып тұрғанша, енді біз начинкасын дайындайтын боламыз. Ол үшін ашылған картошкамызды және де пиязымызды майдалап турап алып, фаршымыздың үстіне қосып, барлығына татымына қарай тұз бұрыш сеуіп, барлығын жақсылап араластыратын боламыз.
Достар, міне бөліктерге бөлінген қамырымызды жайып алып, ортасына фаршымызды саламыз да, шет-шетін осылай дәл видеодағыдай көрсетілгендей етіп, екі жағынан бөліп шығатын боламыз. Және де осы бөлкен бөліктерімізді әдемі қылып, формасына қарай келтіріп өретін боламыз. Егер де осылай істейтін болса, бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, және де күнжіт не болмаса мак сепсеңіздер де болады. 180 градуста 1 сағат немесе 50 минут бойы пісіретін боламыз. Менімен бірге болғандарыңыз үшін сіздерге көп-көп рахмет. Каналыма жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.